Hi guys, қайырлы таң достар. Қал жағдайларыңыз қалай? TikTok желісіндегі осы аптаның ең таңдаулы жаңалықтары мен трендтерін бірге талқылаймыз ба? Олай болса, экранға жақын отырыңыздар. TikTok әлеуметтік желісі құдды бір үй сияқты ғой шіркін. Кірсең барлық жағдай жасалған. Музыка десең музыка бар, тіпті бет әлпетіңді өзгертіп беретін маскаларға дейін жасап қойған. Олай болса қазір миллион қаралым жинап жүрген мына видеоны тамашалап бір сергіп алайық. Айтпақшы, өткен аптадағы демалыс күндеріңіз қалай өтті? Қала күніне байланысты ұйымдастырылған іс-шаралардың барлығына барып үлгердіңіздер ме? Мына жиналған халықтың қарасына қарасақ, ең ауқымдысы Астана алаңында өткен кеш сияқты. Халықтың бұлай көп жиналатындығын есепке алмаппыз. Егер келесі жылы да концертке халық осылай жиналатын болса, онда аяғыңызға ақ аяқ киім мүлде кимегеніңіз жөн болады. Концерт жақсы өтуін өтті ғой, бірақ 13 миллионның гүлі тапталып кетті ғой шіркін. Әлде тып-тыныш үйде жатып ақ, теледидардан Генаның жекпе-жегін көрген дұрыс болар ма еді? Сол күні барлығымыз Генаға хабарласып, қолдау көрсетіп, оның қал жағдайын білгіміз келгені анық. Алайда президентіміз көп адамның алдын орап кетті. Айтпақшы, президент екеуі не сөйлесті екен? Сөйлесу демекші, мына жүйрік ат өз иесімен сөйлеспей ақ бәйгеге бірінші жетуді көздеген сияқты. Иесі қолдамаса да жүлделі орынға жайғасты. Жарайсың. Осы аптада менің назарыма іліккен видеолар топтамасы осындай. TikTok трендіне ілесемін деп уақыттың ағысына ілесе алмай қалып жүрмеңіздер.